Торғай мен Тышқан деген ертегі бар екен. Мен сендерге оқып берейін. Ертеде Торғай мен Тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егіпті. Тышқан жерді тырнағымен тырнап, қазып, Торғай тұмсығымен шоқып дән егіпті. Егін өте жақсы шығады. Бөліп бола бергенде бір бидай артылып қалады. Бір бидайдың қалай бөлерін білмеген екеуі жанжалдаса бастайды. Тышқан тырнап, Торғай шоқып, екеуі ұзақ төбелеседі. Ақыры өздерінің билеріне барып егіндепші. Білдіңдер ме балалар? Ертегі қандай қызық. Сол үшін еңбек ету керек екен балдар, иә? Білесіңдер ме? Жарайды балаларым. Мына жерде көп кітаптар тұр екен, ертегі кітаптар. Соның ішіне мынау ғажайып ертегілер деген ішінде көп екен ертегілер. Соның ішіне сендерде халық ауыз әдебиетінен Алтын балта деген ертегіні оқып беремін, иә? Халықтың арасында тараған әдемі ертегі сияқты. Жақсылап зейін қойып тыңдаймыз. Баяғыда бір кедей болыпты. Бір күні оқушы байдың балтасын сұрап, суға барып түсіпті. Кедей ермекші шалға келіп, балтамды алып берші деп шағырыпты. Ермекші шал суға қолын емес дейді кедей. Шал екінші рет қолын алып, қолын суға салып, қара темір балтаны алып шығады. Сол кезде кедей, мынауға менің балтам осы дейді. Шал кедейге, шырағым, ақпейілді адал жан екенсің. Сол үшін мына балтаны сыйға ал. Оны сен сияқты кедейге тигізетін пайдасы көп деп алтын балтаны береді. Кедей алтын балтаны үйде әкелген күннен бастап құлшынай еңбек етеді. Алтын балта сиқырлы екен, не істесе де өндіре жасайды. Мұны көрші бай байқап, бір күні кедейден сырын сұрайды. Кедей жасырмай барлық болған оқиғаны айтып береді. Оны естіген бай отынға барады. Отынды шаппастан балтасын ерменнің суына лақтырып келіп жібереді. Ерменші шалға келеді. Шал судан алтын басты балтаны алып шыққанда бай, тоймаған бұл неме? Міне сенің балтаң деп темір балтаны қолына ұстатады. Бай амалы ұрып, алтын балта деген ертегіні түсіндіңдер ме балалар? Түсінбеде? Не туралы екен? Сабақты жақсы оқу керек, иә? Ешкімде бүйтіп айтпау керек. Жаңа кедей сияқты өзінің темір балта екенін мүмкін өзі өтіп айтпай, алтын балтаны да күміс балтаны да алған жоқ.